Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс осы аптаның жаңалықтар легін ұсынамыз. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 26 мамырда Садыр Жапаровтың шақыртуымен Қырғызстанға ресми сапармен барды. Бұл жөнінде Ақорда баспасөз қызметі хабарлады. Президент Тоқаевты Бішкектің Манасекі халықаралық әуежайынан Қырғыз Республикасы президент әкімшілігінің басшысы Ақылбек Жапаров пен осы елдің бірқатар ресми тұлғасы қарсы алды. Келіссөз барысында Қасым-Жомарт Тоқаев өзара экспорттық номенклатураны кеңейту, қазақ-қырғыз шекарасындағы кедендік рәсімдерді цифрландыру арқылы тауар айналымын ұлғайту мәселелеріне тоқталды. Былтыр өзара тауар айналымы 1 миллиард долларға жетті. Келіссөздер барысында біз бұл көрсеткішті 2 миллиард долларға жеткізуге келістік. Бұдан бөлек облыстар мен өңірлер арасында ықпалдастықты арттырып, Қазақстан мен Қырғызстанның бірінші өңір аралық ынтымақтастық форумын ұйымдастыру ұсынылды. Су дипломатиясы ақпараттық технология саласындағы кооперацияның нығайту мәселелері де қарастырылды. Келіссөздің қорытындысы бойынша қос президент ынтымақтастықты арттыру бойынша бірлескен мәлімдемені қолтаңбамен бекітті. Биыл алғаш рет өңір аралық форум өткізуге келістік. Екіжақты инвестициялық серіктестікті жандандыру үшін ірі жобаларды бірлесе жүзеге асыруға уағдаластық. Бүгін облыстарымыздың арасында бірнеше келісімге қол қойылды. Президент сапарының қорытындысы бойынша 13 меморандумға қол қою жоспарланған. Ресми сапардың соңы мәдени шарамен жалғасты. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Бішкекте Абай ескерткішін ашты. Сәрсенбіде Қазақстан сыртқы істер министрлігі мен орталық референдум комиссиясы Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі 5 маусымдағы жалпыұлттық референдум қаралған Нұр-Сұлтан қаласында аккредиттелген шетелдік дипломатикалық өкілдіктер үшін бірлескен брифинг өткізді. Бұл жөнінде сыртқы істер министрлік баспасөз қызметі хабарлады. Жиында сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Қазақстан халықаралық әріптестер тарапынан дауыс беруді объективті бағалауға және президент Тоқаевтың реформалар күн тәртібін одан әрі қолдайтындарына үміт артатынын атап өтті. Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров алдағы дауыс беруге дайындық барысы және оның негізгі рәсімдік аспектілер туралы баяндап берді. Ол азаматтардың, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдардың еркін ерік білдіру үшін жағдайларды, сондай-ақ азаматтардың өзінің сайлаушы ретінде тіркелуін тексеру, дауыс беру процесі туралы ақпаратты барлық азаматтарға жеткізу үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге ерекше назар аударылатынын жеткізді. Референдум әділ болатынына сенесіз? Әділ болады деп ойлаймыз, сенеміз. Өйткені біз Қазақстанның жаңа Қазақстан болып өзгеруіне біз 100% сеніп жатырмыз ғой. Демек, әділ болады барлығы. Келешегіміз жарқын болады. Өміріміздің бәрі мәнді де сәнді өте жақсы болады деп сенеміз. Қандай өзгерістер күтесіз? Енді қандай өзгерістер күткенде барлық жақсылықтың бәрін күтемін. Енді біз енді өміріміздің уже жартысынан көбін өмір сүріп қойдық қой. Келешекте немерелеріміз тек қана жақсы өмір сүріп, Қазақстанда өз жаңағы несін, мақсаттары орындалып, армандары орындалса деп тілеймін. Ну, в лучшую сторону жду просто. Я говорю, единственное плохо, что нету возможности за каждый отдельный пункт изменений в Конституции проголосовать. Что получается, как говорят, что просто либо да, либо согласен, либо нет. Бірақ референдумда пенсия шығудың мерзімі ғой, шығатын жас жайында. Сол әйелдердікін 58-ге түсірсе деп, ер адамдардікін 61-ге, 60-ға түсірсе деген енді сондай тілегіміз бар референдумға. Сондай сұрақтар болса деп тілейміз енді сол. Орталық референдум комиссиясы өз жұмысын заңға қатаң сәйкестікте құрып, ашықтық және жария диалог қағидаттарында әрекет етеді. Барлық отырыстар бақ қатысуымен өтеді. Интернетте тікелей трансляция болады. Біз үкіметтік емес ұйымдар мен сарапшылар қауымдастығымен және халықаралық институттармен ынтымақтастықты жақтаймыз деп атап өтті орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров. Нұр-Сұлтанда 14 және 16 маусым күндері Сирия бойынша келіссөздердің 18 раунды өтеді. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Смадияровтың айтуынша, сыртқы істер министрлігі келіссөзде кепілгер және бақылаушы болатын елдерге шақырту жолдады және шараға қатысуларын растауды күтіп отыр. Сирияда 2011 жылдан бері қарулы қақтығыс жүріп жатыр. Астана форматы ретінде танымал Нұр-Сұлтандағы келіссөз 2017 жылдан бері жалғасып келеді. Сирия қақтығысы басталғалы бері бір келіссөз алаңында қатысушылардың кең ауқымының бас қосуы алғаш рет еді. Женевада жұмыс істейтін және конституциялық реформаны дайындау негізгі міндетіне кіретін Конституциялық комитет құру туралы шешім Конгрестің басты нәтижесі болды.
25 мамырда Қазақстанда 70 мыңнан астам оқушы мектеппен қоштасты. Бұл ақпаратты Білім және ғылым министрлігі хабарлады. Айта кету керек, әлемнің үздік университеттерінің академиялық рейтингінде Қазақстанда бір ғана жоғарғы оқу орны Назарбаев университеті кірді. Бұл туралы Finprom.kz порталы хабарлады. Білім және ғылым министрлігі түлек 2022 жаңа Қазақстанның ертеңгі бітіру шараларын өткізу бойынша ұсыныстар дайындады. Айта кетейік, мектептерде аттестат тапсыру рәсімі 16 және 17 маусымда өтеді. Биыл әлемдегі 20 мыңға жуық жоғары оқу орны бағалаудан өтіп, оның ішінде үздік 2000 университет іріктеп алынған. Үздіктер тізіміне Қазақстаннан тек Назарбаев университеті ғана кіріп отыр. Мұның үстіне Назарбаев университеті тек Қазақстаннан ғана емес, сонымен бірге Орта Азия елдерінен аталған рейтингке кірген жалғыз жоғары оқу орны. ТМД елдерінің ішінде бұл рейтингке Ресейдің 42, Украинаның 6, Беларусьтың 2 университеті, ал түркі мемлекеттерінің ішінде Түркияның бірден 56 жоғары оқу орны кірген. Әлемнің үздік 5 университеті қатарында ақштың Гарвард, Массачусетс, Стэнфорд университеттері, Ұлыбританияның Кембридж және Оксфорд университеттері бар. 17 қыркүйекте екінші орта салмақтағы абсолютті әлем чемпионы мексикалық Саул Канело Альварес пен қазақстандық Геннадий Головкин шаршы алаңда 3-ші рет кездеседі. Бұл туралы Геннадий Головкин Facebook парақшасында хабарлады. Күзде боксшылар екінші орташа салмақ шегінде кездеседі деп болжануда. Мексикалық үшін бұл абсолютті чемпион атағын алғаш рет қорғайтын жекпе-жек болмақ. Ресми 17 қыркүйекте кездескенше деп жазды Головкин парақшасында. Естеріңізге сала кетейік, екі боксшының арасындағы алғашқы кездесу 2017 жылдың күзінде тең есеппен аяқталды. Араға бір жыл салып 2018 жылы екінші кездесуде Саул Альварес төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Биыл былғары қолғап шеберлері жекпе-жек өткізіп үлгерді. Мамыр айында Канело жартылай ауыр салмақтағы WBA чемпионы ресейлік Дмитрий Биволдан жеңілген еді. Ал Головкин сәуір айында жапондық Риота Муратаны нокаутқа түсірді. Осылайша JJJ орта салмақтағы IBF және IBO титулдарын қорғап, сонымен қатар Риотаға тиесілі WBA супер белбеуін жеңіп алды. Ақпараттар легі осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі жүздескенше.